Кайырлуу күн. Бүгүн 11 маусым 2026 жыл, Катон Карагай. Түстөн кийин биз Өскөменден чыгып келдик. Азыр мында Каратай деген конак жайга орналастык. Сиздерге эң биринчи өзүбүздүн жаткан жерди көрсөткүм келиптир. Былтыр да мен келип осы жерде болганмын. Осындай кичкентай ишиктер бар, гүлдер баардыгы өтө адемі. Ал бул бизде табактанатын орун. Тек гана осы жерге дем алуучулар гана эмес, баардык Катон Карагай және де маңайындагы ауылдагы адамдар осы жерге келип тамактанат, яғни кафе болуп саналат. Мына жакта да бөлмелер жалга берилет. Киіз үйдүн ичи осындай. Кондер барлығы бар, тамақтар өте дәмді. Бұл жерде катымхана, той, шағын шаралар өткізуге де болады. Бұл жер Катон Карагайдын өзүндө орналаскан. Міне, дәл қазір киіз үйдүн ичинде бір шара болуп жатыр. Мына жерде мына Маша Медведь тагы комод сыяктуу. Біз осы конак үйдө орналастык. Күнү 40 мың теңге. 2 бөлме, 6 орындык, душы және ажетканасы ішінде. Алдында келген кезде мына жерде жатканбыз. Ал аргысы ол монша. Монша 1 сағаты 5 мың теңге. Біздің конак үй осы жерде орналаскан. Карасаңыздар, әлі маусым айы болса да таудың қары толық кетпеген. Дәл қазір біз атқа отыруға бара жатырмыз. Атқа отыру үшін жаңа үлгі ауылына барамыз. Ол жерде жаңа үлгі тауына көтерілсек деген ниетіміз бар. Жалпы аттардың бағасы 1 сағаты 5 мың мен 7 мың теңге арасында. Аттардың әр түрлісі бар. Жай жүретін немесе қорықсаңыз, жаңағыдай аттың басын ұстап жүруге де болады. Жақсы аттар да бар. Енді барлығы сіздің сұранысыңызға байланысты. Күн керемет болып тұр. Жалпы Катон Карагайга келем десеңіздер, тамыз айының ортасына дейін келгендеріңіз жақсы, мүмкін тамыз айының басына дейін. Себебі тамыз айының басында күн суытып кетеді. Және де күнбағыстар ол уақытта сола бастайды. Ал күнбағыстарды көргім келеді, үлкен алқабын тамашалағым келеді десеңіздер, онда шілде айында келсеңіздер, шілде айының соңында өте керемет тур маусымы болады. Аспан, таулар, табиғат, барлығы өте керемет. Айтпақшы конак үйлер енді 10 мыңнан бастап 100 мыңға дейін барады. Қандай конак үйлер бар, қандай бағалар бар, қай бағаға не кіреді деген сияқты сұрақтарыңыз болса, мен төменге инстаграмымда қалдырамын. Дайректке Катон Карагайдағы жалпы аймағындағы үйлер десеңіз, осы аймақтағы ауылдардағы қандай үйлер бар, мен сізге кесте жіберемін. Сол жерден барлық номерлар бар, хабарласып, бронь қойып, солай келгеніңіз жөн. Жалпы келесі конак үй іздегеннен қарағанда алдын ала келіп броньдап қойған дұрыс, себебі Катон Карагайда өте үлкен адамдардың сұранысына ие болып жатыр, сондықтан орын қалмай қалуы мүмкін. Және де жақсы жылы киімдеріңізді, аяқ киімдеріңізді киіп келсеңіздер, себебі күндіз осындай өте жылы болады, ал кешкісін таудың қары бар, таулы жер, жаңбыр жиі болады, сондықтан жылы киімдеріңізді алып келгендеріңіз дұрыс. Одан бөлек суға түсу киімін алып келсеңіздер болады, себебі Рахманға баратын болсаңыздар, жер астынан шығатын ыстық су бар, сол жерге суға түссеңіздер қажет болады. Түрлі сарқырамалар бар,
суу бар енді, бірақ суықтығы қателеспесем 15 градус деді ма, 4 градус деді ма, шатасып жатырмын. Яғни өте салқын болады. Сондықтан жалпы өзіңізбен бірге сондай киімдерді алып келсеңіз болады. Тағы не ұмытып бара жатырмын, тағы не айтқым келеді. Қалай жету жолдарын айтайын. Қазіргі уақытта Катонқарағайға аэропорт салынып жатыр. Ол енді қашан бітетіні әзірге белгісіз. Болашақта енді ол жолды да қарастырсаңыздар болады. Одан кейін Өскеменге бірінші келдік. Мысалы, мен Семейден келдім, Өскеменге келіп алдық. Өскеменнен осы Катонқарағайға дейін 5,5-6 сағаттық жол бар. Күршім арқылы да келуге болады. Басқа да жолдар өте көп. Google Maps'тан, Тугистан қарап келсеңіздер болады. Такси бағасы Өскеменнен Катонқарағайға дейін 2026 жылғы баға бойынша 8.000 теңге болып тұр. Былтыр біз 7.000 теңгеге келгенбіз. Дәл сол сияқты қонақ үйдің бағалары да жыл сайын көтеріліп жатыр. Мама, қалайсыз? Жақындап келіңіз. Қалай ұнап жатыр ма? Что жақсы демалып жатырмыз. Қайда барамыз? Атқа барамыз. Мама екеуміз бірдей кино алдық. Біраз бір уақыт бұрын алғанбыз, енді бүгін кидік. Қазір бұйырса атқа мінуге барамыз. Мына жердегі көрініс деген машалла. Ана жерде барлық құлындармен жүр ғой. Секундік. Кеттік. Бисмилла. Ой, жан. Осындай керемет көрініс болды. Менің атымда шөп жегісі келіп бара жатыр. Жандарым. Бәрінің бастарында қасқалары бар. Машалла. Тілгі өзін тасқа. Тәтті екен бе. Ал жаным, біз бұлайнан түсейік. Мына жақтағы көрініс енді сөзбен жеткізу, камерамен көрсету мүмкін емес. Қазір ауылға ораламыз. Менің атым Жарада. Өзі тыныш ат екен. Бұл жаңа үлгі ауылының қарама-қарсы орналасқан тау екен. Ары қарай маралдар шаруашылығы бар екен. Керемет. Мына жерден құстардың дауысы. Машалла. Өрден түскен. Керемет.
Жалы желбіреп әдемі болып келе жатыр менің атым. Vay. Maşallah. Әдемі желеседі. Жеңнім. Авайлайық. Ой. Ей, жаным, былай қарай дейді, былай қарай. Қарай шап. Ассаламу алейкум сәм. Қашып жүрдік қой қойларын. Привет. Күшті сезім. Шап. Ей, жаным. Жұмагүл апайымыздың қолынан. Қымыз шуге келген жеріміз біздің. Мына қалай? Жаңа үлгі ауылындамыз. Жаңа үлгі ауылынан келіп қымыз шуге келдік. Атқа қалай отырдыңыздар? Атқа отырдық, шақты демалып жатырмыз. Керемет демалыс болды. Организаторға мың алғыс. Мына жақтан күшті болады. Гемоглобин көбейтіш. Мына қандай шөптің дейді. Тамағын жеген шөптің. Денем шыбырлап кетті ғой. Күшті. Бір қасын көтерілуші едің ғой. Бір көзін қысып па? Нешіп алдым? Динар не жетіп отырсыз? Әдемі болып тұр. Артыңыз бәрі. Қандай күшті. Қымызыңыз керемет екен, дәмдеген. Күшті екен, қолыңызға деп бермесін. Мынау бізде тау самсақ. Кешесі қаншадан айтып Ма, саған мынандай бар ма? Шелегі. Шелек қоп. Тауысып қоймасайын. Нан бұта берсіңші, қара нан бұта. Ой, мама сен. Нан бұта берсің. Әбітет машаласы. Сен нан не берші қойсайшы. Молодец қызым. Бие сауда өнер ғой күшті. Екінің бірі сауамайды. Например, мен бие сауамаймын. Қой сауам, ешкі сауам, сүйек сауам. Қолыңызға дерт бермесін. Кезінде саудық қой, әке шешеміз алыстаған. Бие сауып көрмеппін мен. Ау, есіңізге сатыр ма? Көкер қиям. Қытайы бастаған үшін ана жіңішке үйіндер ше. Иә, ол Қытай кетті ғой тамыр. Навет мойна. Сапырып тұрып не? Қандай күшті. Кеттік екен. Қарындас. Бел кеткен дейді. Қайырлы таң сағат 4. Мына жақта өзеннің дауысы естіледі. Машинамыз келді. Қазір алға Сарахманға жолға шығамыз.
өзіңдей өлкені жердің бетінен таба аламын. Көгіңнен жасалған көрпеңді сағынғанымда еске аламын. Қаланың шамдары жарқырап түрлі түспенен тұрғанда жаным, көңілде ауылым арқырап шырағым жақтай бәрінен жарық. Сағындым сені, тауларың менен әр тазыңды. Сағындым сені, бауларың менен аға суды. Ұлдары бекем, қыздары көркем, киелі мекен, киелі мекен. Катонқарағайда екінші күн Рахман Қайнарына келдік. Таңғы сағат 6, адам көп. Мына ішінде тамақ ішкізбейді екен. Сол себепті мына жерге тамақ ішуге келдік. Мынандай билет берілді 5 адамға. Бір адамға 865 теңге. Маусым айы тау басында әлі қар жатыр. Мына жақта осындай үйлер бар, жалға беріледі. Табиғат керемет. Күн шығып келе жатыр. Мама телефонмен жан-жақты түсіріп жатыр. WhatsApp блогер ғой біз мама. Қазір ғана жауын басылды. Бұл жақта жаңбыр жиі жауады, сондықтан міндетті түрде қол шатыр, жауынға арналған киім алып келіңіздер. Неке осындай тамаша болып тұр. Міне Рахман Қайнары. Осы жерден қайыққа отырады. Сарқамаға баруға болады. Мына жақта адамдар суға түседі. Бұл су жер астынан шығатын ыстық су. Шипалы су. Туған жер айналдым сені, бауларың, тауларың мені. Бабаларым аңсаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетіңнен. Туған жерім, бабаларым аңсаған екен, туған жерім айналдым сенің қасиетіңнен. Туған жерім, айналайын, айналайын, аспаныңда ай болайын, айналайын, айналайын, ай. Бабаларым аңсаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетіңнен. Туған жерім, еу шіркін.
Okay. Oh my god.